Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай жұмсақ әрі дәмі тіл үйіретін тримолока тортын дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқа саламыз, қант қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксерді жоғарғы жылдамдыққа қосып істеңіздер. Осылай көпіршіктеніп шығуы керек. Енді ұнымызға тұз саламыз. Қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды біртіндеп аз-аз мөлшерден сұйықтығымызға құйып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Екінші бөлігін салдым, оны да араластырып аламыз. Массамыз осылай қоюлануы керек. Бөлек ыдысқа 3 ас қасық сұйық май құямыз. Екінші ыдысымызға да 3 ас қасық қайнаған су құямыз. Енді екеуін біріктіріп араластырамыз. Жаңағы сұйықтығымыздың үстіне құямыз. Барлығын бірге араластырып болған соң формамызға салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-35 минутқа қоямыз. Оған дейін біз торттың ішіне құятын сұйықтығымызды дайындаймыз. Ол үшін 150 грамм сгущенка саламыз. Оған 200 мл сүт қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластыру қажет. Пирогымыз дайын болды. Осылай таяқшаның көмегімен барлық бөлігін тесіп шығамыз. Енді жаңағы дайындаған сұйықтығымызды құямыз. Барлық жеріне бірдей етіп құйылуы керек. Енді тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Торттың үстіңгі бөлігіне крем дайындаймыз. Ол міндетті емес, сахарный пудра себе салсаңыздар да болады, бірақ осылай крем дайындайтын болсаңыздар әдемі көрінеді. Ол үшін бізге 50 грамм сахарный пудра және 200 мл сливки керек. Миксердің көмегімен қою массаға айналғанша араластырамыз. Міне массамыз осылай қоюланды. Енді пирогымызды алып, ыдысымызға осылай төңкеріп аламыз. Кремді насатканың көмегімен сәндеп шығамыз. Өз қалауларыңызша әртүрлі етіп сәндеуге болады. Міне тортымыз дайын, осылай шықты. Қазір кесіп көрсетемін. Өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.